Сәлем, достар. Бүгінгі 14 тамыз күнгі жұлдыз жорамалға қош келдіңіздер. Алдарыңызда әр жұлдыз белгісіне арналған толық әрі егжей-тегжейлі болжам. Бұл күні жұлдыздар бізге жаңа мүмкіндіктер, күтпеген жаңалықтар және өмірімізді өзгертуге себеп болатын оқиғалар сыйламақ. Сондықтан ыңғайланып отырыңыздар, өз жұлдыз белгіңізді тыңдаңыздар, ал егер жақындарыңыздың белгісінде білсеңіз, олармен міндетті түрде бөлісіңіз. Ендеше кеттік. Тоқта. Бұл күн сен үшін ерекше қарқынмен басталуы мүмкін. Таңертеңнен ақ ішкі энергияң оянып, өзіңді әдеттегіден белсенді сезінесің. Бүгін жаңа бастамаларға жол ашық, жұмыс пен оқуда жаңаша шешім қабылдап, біршама уақыттан бері кейінге қалдырып жүрген істеріңді қолға аласың. Қаржылық тұрғыдан күтпеген жақсы жаңалық естуің мүмкін. Бірақ бүгін эмоцияға беріліп үлкен шығынға ұрынбауға тырыс. Достарыңмен және туыстарыңмен араласу көңіліңді көтереді, ал жалғыз тоқтылар үшін қызықты таныстық орын алуы ықтимал. Кешкісін денсаулығыңа көңіл бөл, дұрыс тамақтану мен демалыс маңызды. Торпақ. 14 тамыз саған тыныштық пен тұрақтылық сыйлайды. Бүгінгі күнді жоспарлы, асықпай өткізген абзал. Жұмыста сенің дәлдігің мен тиянақтылығың басқалардың назарына түседі, тіпті басшылығың сенім арта бастайды. Қаржылық тұрғыдан ұсақ табыстар күтіледі, бірақ оларды бірден жұмсап жіберме. Махаббатта серіктесіңе мейіріміңді көрсет, ол қарым-қатынасты одан әрі нығайтады. Жалғыз торпақтар үшін күннің екінші жартысында күтпеген біреу қызығушылық танытуы мүмкін. Өз-өзіңе сенуді ұмытпа, бұл сені алдағы күндерде үлкен нәтижелерге жеткізеді. Егіздер. Сен үшін бұл күн қарбалас, бірақ өте қызықты өтеді. Бір уақытта бірнеше істі қатар алып жүруің мүмкін, және бұл сенің басты артықшылығың болады. Жаңа идеялар мен жобалар үшін жақсы мүмкіндік туады. Әріптестеріңмен пікір алмасу барысында күтпеген ұсыныс алуың ықтимал. Махаббатта күннің ортасы романтикалық сәттерге толы болуы мүмкін. Бірақ сөзге абай бол, өйткені бір реніштің ұсақ түсіністік боласуы ықтимал. Кешкі уақытта шығармашылықпен айналысуға немесе жаңа хобби бастауға жақсы кезең. Шаян. 14 тамыз сенің эмоционалды көңіл күйіңді арттырады. Бүгінгі күн туыстарыңмен, жақындарыңмен жылы әңгімелермен толы болуы ықтимал. Жұмыста сенің қамқорлығың мен түсіністігің басқаларға шабыт береді. Қаржылық мәселеде асығы шешім қабылдама, әсіресе үлкен сомаларға қатысты. Махаббатта жалғыз шаяндар үшін қызықты біреу өміріне кіруі мүмкін, ал отбасысы барлар үшін романтикалық кеш ұйымдастыруға тамаша сәт. Денсаулығың үшін су ішуді және дұрыс тамақтануды ұмытпа. Арыстан. Бүгін сенің көшбасшылық қасиетің ерекше жарқырайды. Әр істі сенімділікпен бастайсың, адамдар саған тартылады. Жаңа ұсыныстар мен келісімдер үшін қолайлы күн. Қаржылық тұрғыдан бонус немесе сыйақы алу ықтимал. Махаббатта серіктесің сенімен мақтанады, ал жалғыз арыстандар көпшіліктің назарында болады. Кешкісін шағын мерекелік көңіл күй қалыптасып, достармен немесе отбасымен жақсы уақыт өткізуің мүмкін. Бикеш. 14 тамызда сенің оқыптылығың мен ұйымдастырушылығың өз жемісін береді. Жұмыста жоспарларды нақтылап, ұсақ-түйек қателерді түзетесің. Қаржылық тұрғыдан тұрақтылық күтіледі, бірақ қосымша табыс көзі пайда болуы мүмкін. Махаббатта серіктесіңнің сенімділігі мен қолдауы сені қуантады. Жалғыз бикештер үшін жаңа таныстық қызметтік ортада немесе досының танысы арқылы орын алуы ықтимал. Денсаулығың үшін физикалық белсенділік қосу пайдалы. Таразы. Бүгінгі күн сені тепе-теңдік сақтауға үйретеді. Көптен бері шешілмей жүрген мәселе оң шешімін табуы ықтимал. Жұмыста әріптестермен бірлескен жобаларда табысқа жетесің. Қаржылық тұрғыда ірі шығындардан сақ болған жөн. Махаббатта романтикалық көңіл күй басым, серіктесіңмен ашық сөйлесу сендерге жаңа түсіністік береді. Жалғыз таразылар үшін бұл күн ерекше біреумен кездесу мүмкіндігі жоғары. Сары шаян. 14 тамыз сен үшін өзгерістер мен жаңалықтарға толы болады. Ішкі түйсігің бүгін ерекше күшті, сондықтан маңызды шешім қабылдауда соған сүйен. Қаржылық тұрғыдан күтпеген түсім болуы мүмкін. Махаббатта жалғыз саршаяндар үшін ерекше, тағдырлы кездесу орын алуы ықтимал. Отбасылы саршаяндар үшін бүгін жақындық пен түсіністік артады.
Денсаулығыңа көңіл бөл, әсіресе ұйқы режимін қалыпқа келтір. Мерген. Бүгінгі күн саған еркіндік пен шабыт сыйлайды. Жаңа саяхат жоспарлау немесе қызықты іс-шараға қатысу мүмкіндігі туындайды. Жұмыста тосыннан жақсы жаңалық алуың мүмкін, ал қаржылық тұрғыда қосымша табыс көзі пайда болады. Махаббатта өз сезіміңді ашық білдіруің қарым-қатынасты нығайтады. Жалғыз мергендер үшін күтпеген біреу жүрегін жаулап алуы мүмкін. Тәуешкі. 14 тамызда сенің табандылығың мен еңбекқорлығың ерекше бағаланады. Көптен бері ойда жүрген жобаға бастау беруге тамаша уақыт. Қаржылық тұрғыдан тұрақтылық сақталады, бірақ жоспардан тыс табыста болуы ықтимал. Махаббатта серіктесіңе уақыт бөлуің қарым-қатынасты жылытады. Жалғыз тәуешкілер үшін бұл күн жаңа адамдармен танысуға ашық. Су құйғыш. Бүгінгі күн креативті ойлар мен шабытқа толы. Жұмыста жаңа ұсыныстар айтуың басшылық тарапынан қолдау табуы ықтимал. Қаржылық тұрғыдан күтпеген мүмкіндік туады. Махаббатта серіктесіңмен қызықты демалыс ұйымдастыруға тамаша сәт. Жалғыз су құйғыштар үшін әлеуметтік ортада тағдырлы кездесу орын алуы мүмкін. Балық. 14 тамыз сен үшін өте сезімтал әрі шығармашылыққа толы болады. Жақындарыңмен жылы қарым-қатынас орнатасың, ал жұмыста шабыт беретін жаңа бағыт табуың ықтимал. Қаржылық тұрғыдан тұрақтылық күтіледі. Махаббатта романтикалық тосын сый жасауға керемет күн. Жалғыз балықтар үшін бұл күн жүрегін елжірететін таныстыққа себеп болуы мүмкін. Достар, міне 14 тамызға арналған жұлдыз жорамалдарыңыз. Егер өз жұлдыз белгіңізге қатысты айтылған болжам көңіліңізге жақса, міндетті түрде арнаға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырыңыз. Сіздің қолдауыңыз біз үшін өте маңызды.